Oy balam bakıtlı, kımıstı, hayırlı kutlu olsun. Mineki şaşırtlarımın mine ballar şaşı oğlum da. Al mine şaşı oğlum. Şaşı oğlum da. Onu da gönderinen ayrıldı. Al. Sana kaşı. Kayaka. Al. Adamı hayırlı olsun. Her ayında. Al qarağımdır sultan. Emince gözürü kolumda. Ongarsın Allah yolunda. Kadir Allah kabiliyet ağızdan çıkan sözünde. Başçılık etip eline berktir halkın batasın. Öse versin mal basın. Candan kolun kalmasın. Kayga köşü tar yolda. Жығылған жерде сүйеуге, сүрінген жерде демеуге, ғайып бірлер 40 жыл тем, 40 мың атты қара ұрақ, бәрі осы басшымызdır сұлтанды қолдасын. Аналар атынан, ата қарындастарының атынан бата берем. Құдайдың берген бағында, баянды болсын тағында, қолың жай бата берейін 80-ге келген шағында. Құтты болсын, қонысың, өнімді болсын, жұмысын қалып қойған қазақ ел еді қалып. Olsun. Biriki versin mazyanğa, taraklar düşse arzanğa, yesir qatın, yetimiz жүрмесін болып armanda. Bayandı bolsun balama, el basqarған qadamın, әр қашанда aman жүр, ашылсын бақыт саданың, тастарқан кем болсын, ортайсын садағын, тарсылық көріп өмірден жарылмасын садағын. Жәргені дейсін Алланың, қорғал дейсін аруағын, қотағын, сақытты болсын балаларым. Ана жолы келгенде бірінші кездестік. Айналайын. Қайырлы келуіңізбен. Оққандағы күнделіктерінен жетіспес осында 4 жылдық мектеп бітірген ғой. Содан кейін барып орынбордың училищесін бітірген ғой. Негізгі асылдың жұмысы сол Торғайдың Алаш партиясын басқарғанда орынборда өткен. Данияда Олардан жеткеншіден алдым. Алғашқы 2 марта орынборда Торғайда шыққан. Алғашқы ақылын жасаған алқын
жасаған? Арабтан алып жасаған. Төтенше жазу деп кетінге дейін пайдаланып кетіп қорсақтай. Мұсақаң жасаған алфавит, грамматикасы бәрі. Арабтың несіне тура келе ма? Сақтау olsun ана кісі қазақ тілі алфавитінің грамматикасын негізінде салушы болғанда бұл кісі арифметиканы негізінде салып болған. Арифметиканы алғашқы жазған, шығарған, бәрін оқылығын шығарған кісі. Бұл тұңғыш қазақтың роман жазған адам. Дақтыс жаман деген 1913 жылы басып. Соған несі? Нелер жүргөгі. Соны сақтаған екен, сол музейге қойып бердік. Анау Қазақстанда алғаш құрылғандағы екі нарком Кәрім Тоқтабаев деген жер шаруашылық комиссары алғаш шыққан екі комиссарымыз. Тоқтабаев Кәрім, Захарин Асқар деген оқимыз. Кекшілікбаев видели, не? Шақпаев. Казарбекове верно, что Раз жазды. Бұл музей, кімнің музей деп саның? Ахмет Байтұрсын. Атындағы дейді ме? Иә, атындағы.
X. Там папки. Ну так это здесь все. Это ваше именное. Да. Сигарны пісірген понял. Сейчас полночком же пошел. Айтатын сөздеріңіз бар ма? Жақынырақ. Күндерге барғанда кездесеріңіз бар. Zaman жақсы жаққа қарай өзгеріп тұрған жоқ. Айтып жүрген әңгіменің саясаттың барлығын телевизордан көріп газеттен оқып жатқан шығарсыздар. Мен айтарымның барлығын айтып жүрмін, енді сіздер сөйлеңіздер, мен тұрайын үшін жатаңдар. Бар ма айтатын әңгімелер? Сізді көру ғой, ең бірінші шаруа сол. Сіз үшін бұрын келіп, мына атқарылып жатқан жұмыстардың барлығын жөндеу жөнінде әңгімелескенбіз, өздеріңіз білесіздер. Содан бері қарай бірталай жұмыстар істеліпті. Мына музей ашылыпты, Ахмет Байтұрсыновтың жаңа кіріп шықты. Сондықтан мен сіздерге әдейі келдім. Тағы да кездесіп істеліп жатқан жұмысты көрейік, білейік деп. Мынау қазір осы ұлы ағаларымыздың армандаған кезіндегі еліміздің тәуелсіздігін алып отырмыз, қолымызға көк байрағымызды ұстап отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, еліміздің жаңадан ел таңбасын, ел ұранын, жалауын барлығын қолымызға алып жатырмыз. Соның барлығы қуанышты мәселе. Дүние жүзінің әр түкпірінде қазақ деген халық бар екенін, Қазақстан деген ел бар екенін жұртшылықтың барлығы біліп келе жатыр. Біріккен ұлттар ұйымына мүше болдық. Дүние жүзілік банктардың мүшесі болып жатырмыз. Әр жерде біздің елдің атағы шығып, қазақ халқының атағы шығып жатыр. Сондықтан мінекей тәуелсіздік алғанымызға әлі бір жыл болған жоқ. Біздің халқымыздың мерейі үстем болу үшін дегенде өзіміздің ат төбелінде қазақ халқының бірлігі керек. Мына жаңағы музейге кіріп, ағаларымызбен еңбегімен танысқандағы маған келген ой сол болды. Ата-бабамыздың барлығы айтып кеткен, Төле бидің айтқан асыл сөзі бар, бірлік жоқ жерде тірлік болмайды деп. Өсігіні ойлап қарасақ, мынау келе жатқан демократия жүйесінде, халықтың басындағы бостандығы жүйесінде менің өте қатты ойланатын мәселем қазақ халқының дегенде өз бірлігі. Егерде тарихқа көз салып көрсеңіздер, кей кезде өз арамыздағы бірліктің жоқтығынан барып, көп жерлерде біз таяқ жеп жүрдік. Әлгі егемендік алғаннан кейін, ел боламыз дегеннен кейін,
40 руға бөлініп, 100-100-ге бөлініп кетсек, тағы да кім болса соның аузында жем болып кетеміз. Естеріңде болсын. Дұрыс па, жоқ па? Дұрыс. Сол әлде бірлік деп жүрген кезде ең алдыменен қазақ халқының өзінің бірлігі керек. Қалай жерден бір жақсысы атқа мінсе, 40 жаманы жылауынан ұстап етегінен жерге түсіретін халықпыз. Егер де осыдан арылмасақ, кім болса соның аузында ел бола алмаймыз. Ол бір мәселе. Екінші ел болмайды. Үшінші мәселе жастарды маскүнемдіктен сақтау керек қазір. Қазақ халқының әдет-ғұрпына тән бұл жағдай емес дүниеде. Сондықтан қазір нарық экономикаға көшкенде жастарымызды өзімізді жаңа жағдайға, жаңа экономикаға баулып, осыны үйреніп, Қазақстанның өзінде де бүкіл дүние жүзінде қызмет істейтін, білетін дүние жүзінде экономиканы жастарды дайындап, өркендетуге еліміздің болашағы өте қиын. Қазақ халқына, Қазақстан тұратын барлық халықтардың өзінің сол пайдасына жұмсауға қолымыз жететін болса, сонда өркендеуге еліміздің барлық жағдайы бар. Ешкімнің осы тұрған менің де, сіздердің де айыптарыңыз жоқ. Қазақстан көп ұлтты халық болды. Көп жылдардан, 100 жылдан бергі жатқан қисық саясаттың арқасында өзіміз аз болып қалдық. Сондықтан көп ұлтты Қазақстандағы ұлтаралық достықты нығайта бермесек, онда біз көп нәрседен айырылып қаламыз. Қазақтың болашағы үшін елдің тыныштығы керек. Түсінесіздер ме? Сондықтан бір 10 жылдың, 20 жылдың ішінде халықтың жағдайы түзеліп, халықтың өзінің сан жағынан да, сапа жағынан да оғаятын кездері болады, ол кезде жағдай басқа болады. Қазір мынау бұрынғы бізден бұрын болған ата-бабаларымыздың ел басқарған азаматтардың жасаған саясаты төңіректің барлығыменен де дос болу керек. Ешкімді соғысып, білектің күшімен қазақ ешкімді жеңіп ала алмайды. Білесіңдер ғой? Сондықтан ешқандай ешкімге Қазақстанның қарызы да жоқ, берері де жоқ, алары да жоқ деп, солармен бейбітшіл саясат құрып, соның арқасында Қазақстанды қалай өркендету мәселесін ойлануымыз керек. Солай емес пе? Сондықтан мінекей облыс 2 жылдан бұрын облысты қайтадан құрып, өзінің орнына келтіріп, елге керекті жағдайларды жасап жатқан кезде, Сергей Кулагинді әкім қылып жібердім. Осы халықтың қамын ойлайтын азамат деп, сондықтан қолдаңыздар. Мені қолдасаңыздар, мен қойған адамды да қолдау керек, жақтау керек. Сондықтан басшы азаматтардың аудандағы, облыстағы азаматтардың бөліп жаратын іштемесі жоқ осы күні. Барлық жағдайда да бірігіп жұмыс істеу керек. Халықтың қамын ойлау керек. Өз басының қамын ойламай әркім. Ал егер де барлық баяғыдай атқа мінерлікке құмаршылық жүре беретін болсақ, онда жағдай